Бастақтық бағдарламасы эфирде және студиямыздың қонағы Дархан Жазықбаев, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы. Қош келдіңіз студиямызға. Қош келдік. Жалпы президенттің сұхбатында осы жастарға тоқталды, оның ішінде жастар кадрлық резервіне тоқталып айтып өтті. Енді осы желтоқсан айында кадрлық резерв өтті. Осыған тоқталайықшы, қалай өтті, биыл қанша жас іріктеліп алынды? Енді өздеріңізге мәлім, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2019 жылдан бері осы жастарға өте қатты мән беріп, және жастардың жасампаздығы екен, және жаңа өзгерістерді тез қабылдайтынын біле отырып, осы жастарға әлеуметтік лифт қалыптастыру бойынша агенттіктің алдына көптеген тапсырмалар қойған. Соның бірі осы жастар кадрлық резервін қалыптастыру. Онымен қатар бізде қазіргі таңда былтыр ғана мемлекет басшысы агенттіктің алдына тағы да тапсырма берді. Жастар кадрлық резервінен басқа біз өңірлік кадрлық резервті осы сәуір айынан бастап қалыптастыратын болдық. Оған қажетті құқықтық нормативтік актілерге өзгерістер енгізілді. Сонымен қатар біз былтыр заң қабылдадық. Бұнда да жастарға беріліп отқан мүмкіншілік, бұл мемлекеттік басқаруға жастарымыздың көбірек келуі және мемлекеттік қызметте жастардың өзінің орнын алуы. Осыған байланысты біз қазіргі таңда жастар жаңа заңға өзгеріс енгізілуге байланысты жоғарғы оқу орнын бітірген үздік студенттер мынау конкурстық іріктеусіз тест тапсырмастан ауылдық және аудандық әкімдіктерге тікелей тағайындала алады төменгі лауазымға. Міне бұның барлығы мемлекет басшымыздың жастарға деген сенімі. Сондықтан да қазіргі таңда осы бойынша біз көптеген жұмыстар жасап отырмыз. Соның қатарында біз желтоқсан айында осы жастар кадрлық резервіне үшінші қабылдау аяқтадық. Соған байланысты ел өзі резервіне қабылдадық. Олар әдеттегідей өздерінің осы қалыптасқан дәстүр бойынша цифрлық және сандық және мәтіндік тесттер бойынша тест тапсырды. Одан кейін олар мынау бағалау орталығы дейді, ассессмент центр деп айтамыз. Ассессмент орталықтарында бұлар өздерінің бағалау орталықтан өтті. Одан кейін тереңдетілген сұхбат жүргізілді. Осыған байланысты біздің жаңағы жасақталынып, сосын өздерінің сараптамалық комиссияда өздерінің жобаларын қорғады. Ол жерде сараптама комиссиясында әртүрлі сала бойынша мамандар болды. Одан кейін жаңағы наблюдательдер дейміз ғой, қадағалаушылар болды. Әр саладан сол өздеріне жүктелген өздерінің бағыттары бойынша, салалық бағыттары бойынша өздерінің жобаларын қорғап шықты. Соған байланысты біз ұлттық комиссияға 100 жаңағы үміткер жіберген болатынбыз. Сол ұлттық комиссия 50 резервшін таңдап алды. Оның қоса ұлттық комиссия шешім қабылдап, 100 резервшіден өтпей қалған 50 адамды өңірлік резервке арғарай ұсыну бойынша өздері шешім қабылдады. Сондықтан да біз әрқашанда осы қазіргі таңда жастарды мемлекеттік қызметке тарту бойынша көптеген шараларды атқарып жатырмыз. Жалпы жастар кадрлық резервін жасақтау мемлекет басшысының бастамасы. Енді осыған дейін өткен кадрлық резервтен кімдерді айтар едіңіз атап? Кімдер қазір елге қызмет етіп жүр осы жастардың арасында? Өздеріңіз білесіздер, оның ішінде саяси лауазымдарда біздің мемлекеттік қызметшілеріміз бар. Енді атын айтып түсін түстеп, оны барлығын өздеріңіз көріп отырсыздар. Тағайындалған сайын біз ақпараттар шығарып отырмыз. Ұлттық экономика министрі және ұлттық экономика министрлігінің 3-1 орынбасары осы кадрлық резервінің мүшелері. Сонымен қатар ауыл шаруашылығында вице-министріміз бар. Осы жақында ғана біздің мынау құрылыс министрлігіне де орынбасар тағайындалды. Орынбасары вице-министр болып, және де көптеген резервшілеріміз орталық деңгейдегі Б корпустағы, мысалға директор департамент, комитет төрағасының орынбасары, басқарма басшысы, өңірлік жерлерде жаңағы әкімнің орынбасарлары, аудан әкімдері болып, қазіргі таңда бізде 270-тен аса резервшілеріміз осы мемлекеттік қызметте және квазигоссекторда өздерінің еңбектерін атқарып жатыр. Үміткерлерді бағалайтын кімдер, олардың ашықтығына, әділдігіне тоқталып өтсеңіз? Біз енді оны жеке әр мемлекеттік органның өзіне беріп отырмыз. Себебі ол мемлекеттік арғарай орналасуына біз ықпал жасаймыз. Орналасқаннан кейін сол жердегі бірінші басшылар арғарай өздерінің жұмыстарын атқарады. Яғни солар бағалайды, солар өздерінің арғарай олардың меритократик қағидалармен өсуіне, олардың жаңағы жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Ал біз өз тарапымыздан олардың арғарай біліктілік жаңағы шыңдау үшін
жаңағы біліктілігін арттыру үшін біз курстарды ұйымдастырамыз. Мынау президент жанында мемлекеттік басқару академиясы бар. Сол жерде біз әртүрлі курстарға ұйымдастырамыз. Осы өткен жылдың 23 жылдың өзінде біз 50 резервші сол жаңа формациядағы басшылар курсынан өткіздік. Яғни біз оларды әрі қарай дайындап отырамыз. Жалпы жобаның жастарға әлеуметтік лифт ретіндегі тиімділігі қандай? Енді жастарға бұл әлеуметтік лифт ретіндегі тиімділігі өздерінің алған білімдерін, өздерінің мынау 5 жыл жаңағы өтілі болу керек деп айтамыз ғой. Сол тәжірибесін, өзінің білімін ары қарай шыңдау үшін мемлекетке, халықтың мүддесіне, тәуелсіздігіміз тұғырлы үшін жұмыс жасаймын деген жастарға беріліп отқан мүмкіндік. Яғни өзін жалған патриот емес, ал нағыз отаншылмын, нағыз елшілмін, нағыз осы өзімнің сыртта алған білімімді, өзімнің жеке секторда, салалықта тәжірибемді, жинақтаған тәжірибемді, білімімді халыққа, елге, мемлекет үшін жұмсаймын десе, біздің есігіміз ашық. Себебі бұл жастарға беріліп отқан үлкен мүмкіншілік және әлеуметтік лифт. Енді жыл сайын іріктеу кезеңінде талаптар, шарттар өзгеріп тұра ма? Жалпы неше кезеңнен тұрады? Біз енді былтырғы шарттарды өзгерттік. Оған дейін салалық емес, жалпы қабылданған болатын. Біз биылдан бастап 6 бағытта жаңағы салалыққа бөлдік. Бұл жаңағы экономикалық, инфрақұрылым, жаңағы сосын мынау әлеуметтік саясат, қоғаммен байланыс, сосын мынау цифрлық қазір кезде ең өзекті мәселе. Одан кейін жаңа сыртқы саясат, инвестиция тарту бойынша мамандар керек. Осы бойынша салалықтарға бөлдік. Одан кейін жаңағы мынау агроөндірістік бағытында бізге жастарымыз керек. Экология бағытында қоршаған ортаны қорғау, сумен қамтамасыз ету бағытында осы 6 салаға бөліп, 6 сала бойынша біз қабылдадық. Осы бойынша жастарымыз өздерінің құжаттарын тапсырды. Осы бойынша жастарымыз өздері келіп, мынау жобаларын қорғады. Оның ішінде өте жақсы жобалар болды. Оның ішінде бізде мынау сараптамалық комиссияға өзіміздің министрлеріміз кеп қатысып отырды. Олар өздеріне жаңа жақсы жобаларды және қандай нормативті құқықтық актілерге өзгерістер енгізу керек, қандай заң жобаларын дайындау керек, немесе қоғаммен қай бағытта қандай жұмыстар жасау керек екенін өздеріне түртіп алып отырды. Сол бағытта оларда мынау келіп біздің екі сараптамалық комиссияның өтпей қалған жастардың ішінен де өздеріне жаңағы белгілеп алған жастарды кейін жұмысқа шақырамыз, тартамыз деп өздеріне жаңа белгілеп алып кетті. Міне осындай біз жастарға әрқашанда мүмкіндіктер берудің бір ортасын қалыптастыру. Іріктеу неше кезеңнен тұрады? Іріктеу 6 кезеңден. Жаңағы мен айтып өттім ғой басында. Бірінші кезде жаңағы цифрлық және мәтіндік тестілеуден өтеді. Одан кейін жаңағы өзінің мынау ситуациялық тапсырмалар болады, соған эссе жазады. Одан кейін жаңағы мынау ассессмент бағалау орталығы дейміз ғой. Сол бағалау орталығына келіп, бағалау орталығынан тереңдетілген сұхбаттан өтеді. Содан кейін барып біздің сараптамалық комиссияға келеді жобаларын қорғауға. Содан кейін барып біз ұлттық комиссияға жаңа 100 адамды жібердік. Сол 100 адамнан осы 6 кезеңнен өтіп барып біздің жаңағы енді біздің бір жақсы неғанымыз ауқымды. Біздің сол парламенттік жаңа президенттік жастар кадрлық резервіне 30-дан аса жастар тіркелді. Соның ішінде 6404 жас өзінің құжатын тапсырып үлгерді. Сол құжат арқылы мысалға бірінші кезеңге сол 6404 адам жіберілді. Бұл деген үлкен ауқымды қатысу және жастардың бұған қызығушылығы бар деген сөз. Енді түйіндейік, биылғы резервтен өткен жастармен кездестіңіз бе өзіңіз? Әрине, оларда 25-ші желтоқсан күні біз таңертеңгісін жарияладық тізімін. Содан кейін оларға хабарластық. Хабарласып олардың жаңағы айтып 27-сі күні мен олармен өзім жеке кездестім. Оларға осы резервте болу шарттарын түсіндірдім. Қалай болатын, қандай ұсыныстар беретінімізді. Және де олардың көкейкесті сұрақтар болды. Қай бағытта, қандай жұмыс жасайтындарын енді біз барлығымен сұхбат кезінде олармен ескертілген болатынбыз. Жаңа өңірге барып жұмыс жасау, департаменттерде жұмыс жасау, соның бәрін түсіндіріп, өздерінің сұрақтарына барлығына түгелдей жауап бердім. Сонымен қатар біз осы 29 желтоқсанда барлық мемлекеттік органдарға осы жастарымыздың түгел құжаттарын жібердік. Енді қазіргі таңда күтіп отырмыз. Бос лауазымдарды олар бізге анықтап жіберу керек. Осы арқылы ары қарай ұсынамыз. Енді бірінші уже тағайындаулар басталып кетті. Осы кеше ғана маған хабарласты президент әкімшілігіне
жаңағы мынау мемлекеттік қызмет өткеру бөлімі бар, сол жерге консультант болып бірінші біздің жаңа резервшіміз тағайындалыпты. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен бағдарламамызды тәмамдайық. Студиямызда қонақта болған Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Дархан Жазықбаев. Дархан Медеғалиұлы, алғыс білдіреміз келгеніңізге. Құрметті көрермен, қоштасамыз өздеріңізбен, аман сау болыңыздар. Жақсы, сау.